Құрақбай Мирас 5 жасынан бастап ән айтып, өнерді жанымен сүйіп, жарқын жеңістермен танылып жүрген жастарын. Мектепте қазақ тілімен, әдебиетті сүйіп оқыды. Өлең шығарып, ақын жазушыларымыздың өлеңдерін жатқа оқып, аудандық, облыстық жарыстарда өз бағын сынап, жүлдесіз қайтқан емес. Аудан аралық Жұлдызай байқауының жеңімпазы, республикалық Ұлы Дала дарыны байқауы іріктеу кезеңінің бас жүлдегері. Алматыда өткен республикалық телевизиялық Ұлы Дала дарыны байқауының жас ақын номинациясы бойынша алтын жүлде иегері және көркемсөз номинациясы бойынша қола жүлдегері. Қарағандыда өткен 5-ші тұлға халықаралық байқауының бас жүлде иегері. Ассалаумағалейкум. Асылдарды ақтайтын, өнерді бағалайтын, талантты саралайтын, Қару университетінің қарулылары мен арулы қыздары. Бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Тағдыр тәлкегіне мойымай, ақындық өнерді жанына серік етіп, поэзияны сүйіп оқитын, өз ойын өлеңдермен өрнектеп жүрген жас талант тұлға халықаралық байқауының көркемсөз номинациясы бойынша бас жүлде иегері. Сондай-ақ сөз номинациясы бойынша бас жүлде иегері Астана, Алматы, Қарағанды қалаларында өткен байқаулардың бас жүлде иегері жас ақын Құрақбай Мирастың «Елім деп соғады жүрегім» атты жеке шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Кешегі сұлулықтың символы Сейфолланың сәкені мекен еткен, бергісі Сейдімбектің ақселеуі мекен еткен, Жаңарқаның топырағынан шыққан ақын ұлдарыңыз, жұмыр жүрегіне өнер мен өлеңді сыйғызған
ортаға сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне жас ақын ұлдарыңыз Құрақбай Мирасты шақырамыз. Мирас, мына қошеметтің бәрі өзіңе. Аз ғұмырда үлкен абырой. Бұның бәрі бірінші Алла, екінші осындай қолдаушы, қорғаушы болған достарыңның, бауырларыңның, ұстаздарыңның арқасы деп білемін. Қазаншының өз өркі қайдан құлақ шығарса дейді. Ал Мирас, Алла жар, өзің баста кешті. Қарағандыға Алла сәтін салсын деп, салған сәттің сәулесесте қалсын деп, алдарына алып ұшып кеп тұрмын, жұлдызымыз жоғарыдан жансын деп, кешімізді өткізсек деп жасымай, сабырменен сөйлеуші едім тасымай, болашағын ойлайтын ел алдымен, балаларын бағалайды осылай. Тұлға болдым, телеарнадан танымал, азат елдің ол қызының bağı бары, Жанарқаның алып келдім сәлемін, жаны жайсан, Қарағанды жұрты қабылау. Бүгінгі кештің тезгінін ұстаған Медет Жаман ағамыздың маған арнап жазған өлеңі бар. Мирас Құрақбайға арнау. Күпір еткім, келмейді күпір еткім. Шүкір еттім, Рабыма шүкір еттім. Нүкте қоймай, лезде ғұмырыма, арасын науқаспенен өтіреттің. Қанат берсе, қалықтап шаламын, сыйдырып, көк аспанды құшаламын. Мен осылай дертіммен күресемін, қар өлеңінен от алып күш аламын. Меніменен тұратындай мұндасыптың, жарқыраған жұлдызға сырдашыппын. Жарқ-жұрқ етіп өтетін сәттерінен жалт-жұлт еткен жалғанға шынға шықпын. Дерт берсе де бойыма сыймас қылып, көрсетпеймін тағдырға қиғаш қылып. Мұқағали жырына шын ғашықпын, қалдырғандай бір маған мирас қылып. Шыда деді, шыдайды, шыда жаным, шыдаймын, керек болса шыдағанмын. Қарамаймын, бұл сынды көтер алам, қаламаймын анамның жылағанын. Көңілім күн болса екен жай табатын, анамның да көңілі жай қалатын. Аллахым, қайта бір мүмкіндік бер, анашыма мана алғыс айта алатын, перзенттік борышымды қайтаратын. Ал, бүгінгі осы кішкентай Мирастың жүрегінен туған туындыларға барлығыңыз куә боласыздар. Әдемі кешке әдемілеп тұрып, әдемі қонақтарымыз да келіп отыр. Осы бүгінгі әрбір адамның бойында қандай да бір қабілет, немесе дарындылығы, не болмаса икемділігі болады. Бірақ барлығы бірдей оны байқай бермейді.
қандай да бір іске бейім жандар өз болашағын, яғни мамандығын соған ұштастырып жатады. Бірақ өзі неге икемі келетінін өзі де білмейтін жандар өте көп. Оны көбінесе жан жағындағы туыстары, дос жараңдары және ұстаздары байқайды. Бұлақ көрсең, көзін аш деп халқымыз бекер айтпаған. Біреудің жұлдызын жағуға көмек беру әрбір адамның міндеті. Бүгінде мирасылдарымызды үлкен сахнаға шығып, шыңдалуына титтей де болса көмегі тиген ұстазы бар. Енді ол кісі өзі туған ауылда керемет бір кеш, өзі де кеш ұйымдастырып жатыр. Қазақ айтады ғой, қос дүниең абат болса, қос тойың қабат келсін деп, мінекей арнайы соның арқалап аманатын сонау жаңарқадан біз де келдік. Сол Айман ұстазыңның арнайы құттықтау бүгінгі кешіңе туған күніңмен құттықтаймын жан балам. Денсаулығың мықты болсын, ғұмырлы бол, армандарыңа жете бер деп Айман апайымыздың аманатына қиянат жасамай халықтың алдына тапсыруға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын. Және отыра бер мирас. Бұл мирастың туған жері кешегі қазақ көгінде әні қалықтаған Қайрат Байболсыновтың туған жері. Домбыраның күйін шерткенде жүректің қылын шерткен Пасыл Тұтқабектің ауылы. Мейрам Ылмағамбетовтердің ауылы. Бер жағы көз алдымызда тірі жүрген тұлға ғалым Мұхаммединнің ауылы. Биғазы Тұтқабектің ауылы. Енді ойлаңыздар, Ескене деген Жаңарқаның етегінде орналасқан үлкен тау бар. Сол таудың етегінде туылғандар аласа болуы мүмкін емес деп ойлаймын. Әрине, бүгінгі мирастың бұл күнге жетуі бірінші Алла, екінші ортамызда анасы отыр. Қазір анасына да бағыт-бағдар бұратын боламыз. Әкесі де өте керемет адам. Өлім бар жерде өмір бар, өмір бар жерде өлім бар деп қазақ тегін айтпайды. Енді бір тамаша әкеге арнау деген мирастың бір тамаша өлеңін оқып беруін сұраймыз. Сахнада Мирас Құрақбай. Әкеге арнау. Жап-жылы жүзін, жадымда менің, жұлдыздай сөндің, жалында бедің, әкешім саған, ән жаздым бүгін, себебі қатты сағынған едім. Сағынып қалдым, өктемініңді, сағыныш моншап, өкпеміліңді, қолғылап маған, қоштасып кеттің, қалаған едім, кетпегеніңді, өзің кигізіп, таршылығымды, қарағанында бар сыры болды, өзін өсірген, кімге қалдырдың, бір жүгін атқан, тал шыбығынды, алыста болсам, асығатынмын, еркелеп келіп асылатынмын, жаман түс көріп, жағдайым қашса, сені құшақтап, басылатынмын, сағындым әке, бейнеңді сенің, жоғалат менен, кидеңді сенің, тылсым күштерге қорған болатын, құшақтап жатам, түйгенді сенің, қайғымым мені жаншылап жатыр, өкпелі кеудем ән сұрап жатыр. Қарашы, қарашы міне, көгершініңнің қанаты сынып, қансырап жатыр деп жүрген едім. Бақыт табамын, тағдыр ұқтырды, уақыт талабын, қос қанатымнан бірі қиылып, теңізге құлап, батып барамын. Жалыны сөнді жанымның, асқары құлап бағымның,
Естеймісің сен мені? Сағындым әке, сағындым әке, сағындым. Бәрекелді. Мінекей, қандай тамаша. Бұндай әкеге арнау. Құрақбай әкемізді осындай өлеңнен кейін өлді деуге болмайды. Неге десеңіздер, мұнандай текті арқалап жүрген, текті ұрпақ қалдырған бүгінде Құрақбай әкеміз бір аунап жатқан шығар. Олай болса, осы керемет өз туындысының артынан бір әдемі ән болсын. Сонау мирасты қолдап келген Жаңарқадан ағалары келіп отыр. Таланттыларыңыз, тамашалдарыңыз, Жаңарқа мәдени сауық орталығының қызметкері, әншілдарыңыз Абзал Дулатұлы келіп отыр. Біздерді нұрға бөлеп, өсірген бағып тербеп, аналар болғанымен әкенің орны бөлек. Әкелер асқар таулар, бақытқа бастағандар, көтеріп өмір жүгін, бәйгеден қашпағандар. Сол үшін ақылым бойға жиып, бәріміз бұл өмірде әкені құрметтейік. Әкелер асқар таулар, бақытқа бастағандар, көтеріп өмір жүгін, бәйгеден қашпағандар. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жандар. Әкелер асқар таулар, бақытқа бастағандар, көтеріп өмір жүгін, бәйгеден қашпағандар. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жандар. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жандар. Абзал Дулатұлы, мирастың ағасы, арнайы темір тұлпардың төрт дөңгелегін тоздырып, сонау Жаңарқадан келіп отыр. Кішкентай ғана кеші үшін үлкен уақытқа екпелген тағы да бір абзалға алақандарыңызды ұрып қойсаңыздар артық болмайды. Ал енді сонау Жаңарқадан жетекші дайындаған әдемі бейне баянға назар салайық. Өте ақылды, білімді, өнерлі, қиыншылыққа төзе білетін жігерлі бала. Мирастың өнерін көріп, мен неге бұл баланы жарыққа шығармасқа деген оймен
осы біз облыстық республикалық халықаралық байқауларға қатысып жүлделі бас жүлде бірінші орынға ие болып отырдық. Бір Астананың бір несіне қаласында халықаралық байқау болып, содан біз Түркияға тегін жолдама алдық. Одан кейін 2022 жылы біз осы көптеген жетістіктерге жеткен үшін біз шығармашылық кешін жасадық. Өте жоғары деңгейде болды. Ал енді Мирас, сенің бүгінгі туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, армандарыңа жете бер, оқуыңды аман есен бітіріп, мамандық иесі бол. Енді мынау шығармашылық кешің болып отыр. Әрқашанда құтты болсын, өнерің өрлей берсін, қаламың ұштала берсін. Саған әрқашанда ақ жол, жолың ақ болсын. Екі дүнием бақыт тілеймін. Алла сені қолдап жүре берсін. Тұлпарды тезегінен танитын қазақ қызбай. Ай кезінен баптап, осы Мирастың кішкене өнерге ғашықтығын сезіп, өлеңге ғашықтығын сезіп, алғашқы сахнаға шығарған Айман Айтжан қызына бір қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Мынау енді тамаша кеш. Ең бірінші бәрімізде студент болдық. Студенттік ғұмыр қазіргі Мирастың басынан өтіп жатқан. Бірақ мен таң қалғаным ең бірінші өлеңіне ғашықтықтан, не қуаныштан, не қайғыдан туатынын бірі білсе бірі білмес, ақын жанды ақын азаматтар бірден түсінеді. Мынау енді менің таң қалғаным Мирас келе салып, осы бүгінгі өзінің оқып жатқан мекеніне өлең шығарған. Рұқсат болса Мирас, мен сені бір қызға шығарама деп келесе оқу орнына шығарғаның тамаша болған екен. Ал, Мирас, қошеметті. Осы. Бөкетов университетіне арманымыз жетеледі бізді көкке. Сол арманмен келдік біздер Бөкетовке. Өнерлермен білімділер ордасы, оқудың өзі абырой Бөкетовте. Бұл Бөкетов талайлардың арманы, ал біреудің тек биікке самғауы. Студенттердің осында оқып жатқан Бөкетов қой, ең ерекше таңдауы. Бөкетовтен талай мықты самғады, сол мықтылар еңбегін елге арнады. Бөкетовті айта кетсем тағы да ең мықты универдің бірі Қазақстандағы. Керемет! Арманның жастары қайда? Қандай керемет! Ал енді рұқсат болса Мирас, бұл енді еркін кеш болғаннан кейін сені осы жерде достарың, құттықтап, қолдаушыларың, барлығы достарың деп білемін. Тағы да бір тамаша, талантты досыңның бірі, өзіңмен бірге замандас, бірге оқитын алдарыңызға Аружан Изатованы шақырсақ деген ниеттеміз. Құрмет, қошемет болсын қарындасымызға, қарлығашымызға. Саған мекен, туған жерім айналдым сені
аяулымызға аялағанымызда. Керемет. Өмірдің сынағынан мойымай, өнермен өмірін ұштастыруына бірінші Алла, екінші аяқтан нықтыруына көмек қолын созған ұлттық оңалту орталығының ұжымы да осы видео арқылы өз тілектерін жіберген болатын. Олай болса, назарларыңыз тағы да ерекше болсын. Сені шын жүректен құттықтаймыз. Осындай дәрежеге жеткеніңе өте қуаныштымыз. Сен осында келгенде біздің орталыққа кішкентай дене бөбек болатынсың. 3 жасар. Осы орталықтың ішінде басыңды да ұстай алдың, отыр алдың да, сонан кейін жүрдің де 15 жыл биыл осы біздің ұлттық балалар оңалту орталығына. 15 жыл бойы сен жыл сайын бізге келіп ем алдың. Сол емнің нәтижесі өте жоғары болды. Сен тек қана сөйлеу үйренген жоқсың. Міне, ақын болдың, сондай жақсы, әдемі ән салып, ән айтып, ән жазып, енді елдің алдында концерттарыңды беріп жатсың. Өте қуаныштымын. Шын жүректен барлықтарыңызды құттықтаймын. Біз мақтан тұтамыз. Әрқашан биіктен көріне бер. Мейрамгүл Өміртайқызы ұлттық оңалту орталығының балбұлақ бөлім меңгерушісі, бөлім ұжымымен бірге осы бүгінгі жаны жырмен егіз мирасты шығармашылық кешімен құттықтаймын. Алар асулары, белестері көп болсын. Мен Бекбаева Бибігүл Нөгербекқызы, әлеуметтік бейімдеу бөлімінің басшысы. Қымбатты мирас, өзің секілді дарынды балаларымыздың ортаны жарып шығып, көзге түсіп, қуантып жатқанына біз шын жүректен құттықтаймыз. Әрине, бірінші Алла, екінші дертке дауа табатын, шипа табатын осы кісілердің ақ халатты абзал жандардың арқасы деп білемін. Мирас олай ма? Олай болса, осы мирастың дәрігерлерге әдемі өлең шумақтарына кезек берейік. Қошемет! Мұқағали Мақатаев, жоқ дәрігер. Жүрегіме жүгартып жүргенімде қажыдың ба, байғысын білмедің бе, шайпау тиіп, шаршатып кім көрінген, уландың ба, білмеймін кірледің бе, бар ақиқат бір дерттің жүрегімде, дәргер-ау, арқалап жүремін бе, сорлайтындай, соншама кемедім мен, неге аяныш, артасын ірелінен, айтып өлтір, тұрғанша бос қойланып, жүректерді өлімге бастайманып, адасам ба, өмірден жастай қалып, ет жүрегім, кетеме тас айналып, неге айтпайсың, тұрғанша бос қойланып, пері соққан, пендеді есі жырым, тамырымда тұлайды есі лағын, бұл жүректің білмеймін несі барын, несі жоғын білмеймін, несін алдым, қаным қайнап, барады қаным қайнап, бір амал тап, дәргер-ау халімді ойлап, алауыртқан ақынның қолын байлап, әкетпесін ажал кеп өлімді айтап. Жоқ дәргер, орнатқа басқа жүрек, басқа лүпіл жасама басқа леп, қалай айтам бөлінген жүрегімді, білдірмей доғдыр алып тастады деп, өңгеріп өгей жүрек қайда барам, өзімнің жүрегімдей қайда маған сыйына, рахмет қайран адам, өзгенің ғұмырын қалай пайдаланам. Алмастырам, дедің-ау алмастырам,
Sıra menin yıldızım janbaspıdan, özümnün жүрегімді жерлеп келіп, өзгенің ғұмырын қайтып жалғастырам. Тула жүрек, өкінем мен несіне, туған жүрек әрине өлмесін бе? Жоқ дәрігер, қозғама дамылдасын, әрбір жүрек өзінің кеудесінде. Керемет. Ал енді тағы да тамаша әнге, тамаша таланттыларыңыз әдемі есті әнмен көрерменнің жүрегіне жол тапқан Қарағандының мақтанышы алдарыңызға мирастың өнерін бағалап келген Мәди Ахметқожа алдарыңызда қошеметпен шақырайын. Күңірінген күнде мұңаянды өкпелеймін кімге келем үнсіз аңдамай өкінішпе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай өтеді өмір шалған-ай амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді зымырай шалған өмір жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай өтіп өмір жалған-ай әуесіне салған-ай амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді зымырай жалған өмір Мәди Ахметқожа. Ескілдің жалған өмірде бір-бірімізді қадірлеп, бір-бірімізді құрметтеп жүрейік. Ассалаумағалейкум Қарағанды. Бүгінгі мирас бауырымыздың қолдап, мирас бауырымыздың кешіне келіп қалдық. Кеш құтты болсын. Ал енді келесі орындалатын ән сол кездер деген ән кішкене көңіл күйімізді көтеріп көңіл ән орындап берейін. Кеш құтты болсын бауырым.
жастар қайдасыздар? Теңіз күннен айға сыйлаптар ағайына анкетасын толтырған сұлу қыздар қайда арман болып өскен кешікпейтін кеште ешқашан да шықпайды балалық шақ есте сол күндер қайда сол шақтар қайда біздің балғын балалы қайта оралмай ма сол кездер қайда ұмтылған айға енді сонда ештеңе бұрынғы кездей болмай ма сол күндер қайда сол шақтар қайда біздің балғын балалы қайта оралмай ма сол кездер қайда ұмтылған айға енді сонда ештеңе бұрынғы кездей болмай ма Тамаша, баршаңызға рахмет. Мәди ортадан кетті. Кешіріп болсын. Рахмет. Алла қаласа Мәди дарымдап отырып енді. Мирас үйленгенде тойына арнайылап тұрып алғызамыз де. Енді Мәдиге осынау бас көрсетіп, Мирастың кешіне арнайы келгеннен кейін Жаңарқа деген ел, Жаңарқа деген жер. Өзі келген қонақтың мерейін үстем етіп, пейілің дарқандай болған арқаңа бір жақсылап тұрып, шапан жапса, осы Мирастың бауырлары анасының арнайы өз қолымен тіккен арқасына Жаңарқаның бренд шапанын жапсақ деген ниеттен. Ал Мәди құтты болсын. Рахмет. Мәди не деген бақыттысың. Мына шапанды головкин сосын сен киіп жүретін боласың енді. Тағы ассалаумағалейкум қарағанда бүгінгі Мирас бауырымыздың жеке өзінің шығармашылық кеші құтты болсын. Бауырым өнерің өрлей берсін, шығармашылығың өрістей берсін. Осындай керемет кештер көп бола берсін. Сол енді. Баршаңызға кеш құтты болсын. Рахмет баршаңызға. Рахмет. Жұлдызың жарық, қолдаушы халық болсын дейміз. Енді қазақтықтың исін шығардық, сый құрметті көрсеттік, ал Мирасша бір жақсылап тұрып, қазақ болу туғаныма қуанам деп, кешегі ақындар жырлаған, бүгінде кешінде Мирас шарлайын деп тұр. Әдемі өлең болсын, сен қазақсың. Күләш Ахметова, сен қазақсың. Сен қазақсың. Қазақ деген ел бөлек. Қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек. Кигізeye жер сияқты жұп-жұмыр, шаңырағы күн сияқты дөңгелек. Сен қазақсың, бір Алланың құлысың. Адамға адам құл болғаны құрысын. Жойқын соғыс зұлматтарда жойылмай қалған ұлтсың.
қахармансың ұлысың, сен қазақсың, ұлы дала тұғыры, күмбір күрескерлік ғұмыры, тірескеннің дірілдеткен дізесін, тұлпарының тұяғының дүбірі. Сен қазақсың, қазынасы нәсіп құт, қазақ болу ғаламатқа ғашықтық, керін сұлу, тауын сұлу соншалық, көрген көзден кететіндей жасықтық. Сен қазақсың, отаншылсың, тектісің, досын адал, дұшпанына кектісің. Бір болуға тиіссің, көрмеу үшін жатты незгі тепкісің. Сен қазақсың, ғарышкерсің, жанаспан, өрелісің, өз орнына таласқан, төрге лайық марғасқасын, мықтысың, төрткіл дүние саясатта санасқан. Сен қазақсың, қазақ елін туғанда, онда дүние тағылымнан үлгі алда, ата жұрттан, ана тілден айырылма, төменде күн, төменде жер тұрғанда. Әрбір пенде жалғанның жарығына датын айтып келген күні, оның атанасы бар болса, кез келген ботасы, босағасы батамен, көсегесі тілекпен көгерсе дейді. Бірінші Аллаға мадақ, екінші әрине анамызға деген парыз. Олай болса, перзенттік парызын мінекей қалың елдің алдында мақтанышқа айналған мирас ұлды, жалғанның жарығына келген осында аяулы анасы ортамызда. Соған арнаған өлең шумағы болсын. Мұқағали Мақатай, шеше, сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп, жатқанда да құламадың, тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын, өлмеймін, мен өзімді ясылданмын, таусылып, өз-өзімнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын, мен сенің қанықпын ғой көз жасына, кім кепіл тұтпасып сен тозбасына, екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербете бер құба таудан иілген бесігіңді. Бәрекелді. Керемет. Сыртыңда таспен қалама, доспен қала деген елміз. Тағы да өнердегі өлең арқалаған досы, бүгінгі мирастың кешіне шашбауын көтеріп келген әдемі әншілдарыңыз Аңсат, Сыман әдемі әнмен ортаған. Толсай 10 күн толғайды, өмірге мені жолдайды. Алтыға аспан астында анамдай адал болмайды, анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жанапам, мақтадан мама қалаған. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапа. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Періштем болып
болмайды, пештей болып орнайды. Жеті қат жердің үстінде анамдай сұлу болмайды, анамдай жылу болмайды. Жалғызым жаным жанабым, мақтадан мама қалаға. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анамдай сұлу адамзат. Жыман шықта да жоқ шығар. Сол қайғы, ақ жүзін әжім қорлайды. Жүрексіз адам болса да баласыз ана болмайды, анасыз бала болмайды. Жалғызым жаным жанапан, матадан мама қалаған. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анамдай сұлу адамзат. Жұмақ жақта да жоқ шығар, адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анамдай сұлу адамзат. Жұмақ жақта да жоқ шығар. Керемет ән, Ақжол Кемебай, Құдай Ерниязовтың «Боз торғай ана». Ал енді мирасқа кезек берейік. Қалаға хат атты туындысы. Қошемет, құрмет білдіріп қойыңыздар. Қаланы қопардың да шайқадың да, бірақ бақыт таппадың байқадың ба? Бақыт деген қалаға барған жоқ қой. Бақытты болғың келсе қайта ауылға. Бақытты біреу едің жалпы адамның, артығын табамын деп арқаландың. Сен қалаға кеткенде бақыт деген қасында қалған еді қартананың. Бақыт қалған ауылда саман үйде, қалады ол сол әуелгі бала күйде. Бақытыңды іздесен ауылға кел, бақыт әлі ауылда бар әрине. Иә, бақыт қалаға бармай қалған, ауылды бақыт қия алмай қалған. Ал сен оны қаладан іздедің ғой. Қарашы, өмір деген қандай жалған. Салмағы сағынышты нен ауырма, сағынсан келсен шенді кел ауылға. Бір жола келмесен де тым құрыса, келсенші тынығуға, демалуға. Тастада жұмысыңды, сауығыңды, келіп тұр қуантсаншы ауылыңды. Көлігіңді көрсету шын келме, көру үшін кел елді бауырыңды. Ауыл солай биікте қалу керек, сол ауылға ерінбей бару керек. Адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайымның теріде таму керек. Қадірін туған жердің сеніп білші, елге қарай өзіңді еліктірші. Бір жола келмесен де ауылына сәлем беріп кетуге келіп тұршы. Құрметті көрермен, мирас талай сахналарда өнер көрсетіп жүріп, аға әпкелермен танысып, сахналас болған.
Сол әпкелерінің бірі бүгінде мирасулдарыңызға деген шынайы ықыласын тағы да экран арқылы білдірмекші. Назарларыңыз экранда. Құрақбай Мирас, Құрақбай ұлы. Қаламыңның қарымы мықты болсын. Ақ қағазға жырларың толсын. Бағырыс дәулет басына қонсын жаным. Беріп жатқан үлкен кешің сәтті өтсін. Әрбір сөзің халықтың жүрегіне жетсін. Осы әрбір қимылың ісің ата-анаңды бақытты етсін. Алла төбеден рахымын төксін саған. Ешқашанда мұңайма жаным сол, барлығы алда, біз сияқты биіктерге шыға бер, шыңдарды ала бер, тарихта қала бер. Құрманай Бақтиярқызы сені кешіңнен шын жүректен құттықтайды. Бұл алдыңғы кештер болсын. Әлі талай кештермен қазақ халқын қуанта бер, жүректерін жұбата бер. Бақытты бол. Мирас. Қазақтың аяулы ақын қызы Құрманай Бақтиярқызының құттықтауына бір қошемет білдіріп қойыңыздар. Сұлулықтың символы Сәкен атамыздың бір жақсы мирастан арнау болсын. Мирас, әкеңе арнадың, Сәкенге деген бір арнауды қабыл алыңыздар. Сәкен Сейфуллинге арнау. Сарсандықты ашып қара жырласын. Жыр әнімде Сәкен аға сені жұртым тыңдасын. Жамап өткен жыртығын өлеңінде мұң басым. Заман өтіп кетсе де өлмейді өлең. Сәкен менің құрдасым. Құлақ түріп сөзімді алталаш түгел тыңдасын. Тау ішінде келе жатқан секілді естіледі бір үн басым. Артында бар ұрпағын жалғай алар жырынды. Ақын аға асыл сағынсын басым. Сәкен ақын, Сәкен сұлу даралық дайындаған дархандықтың тынбасын. Өлең оқып ақын іздеп кетермін, мен де кейде аралаймын қырбасын. Әділетсіздікпен арпалысқан арысым, енді ол зұлмат болмасын. Сер ақын, ер ақын, өр ақын, біз үшін сен мәңгілік биік тұлғасың. Керемет. Ал енді бір серпіліп серігіп отырайық. Бұны Мирас та білмейді. Енді бүгінгі керемет Мирастың кешіне көтпеген қонақ. Арнайы осы Мирастың кешін шашбауын көтеріп кетсем деген қазіргі эстрада жұлдызы Қарағандының ұланы Ұлан-ғасыр Қамиевұлдарыңыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум, Таргу! Қарағанды! Қалайсыздар? Көңілің қалай? Жақсы ма? Ал бауырымыздың кеші құтты болсын деп келіп отқан жайымыз бар. Ендеше билейміз ба? Билейік онда дүжі. Кеттік ақ. Белые розы терекке мияланы, жатунов сүйген ол гүлдер қиянаны. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан, гүлім әсем раушан, жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытта сені бағарым қызым болсан, өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, хабардай мұнан көз жазып жүзім болсан, нәп-нәзік бұрылған Рүсімсің гүл арман, барлығын астай естілмейді.
Kızıl Ravşan kollardan sensin bağrım Sensin Жанымдың менің жаулаған Kızıl Ravşan Бақытқа сені бағдарым Қызым болсаң өзіңе араймын Бағым деп қараймын Жанымдың менің жаулаған Kızıl Ravşan Қалбардай болар көз жазып жүзім болсаң Нәп-нәзік бұрылған Өзіңсің гүл арман Бірге биге Жаулаған қызыл Равшан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Өзіңе араймын Бағым деп қараймын Жанымдың менің жаулаған қызыл Равшан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Нәп-нәзік бұрылған Өзіңсің гүл арман Жанымдың менің жаулаған қызыл Қалардай болған көз жазып Нәп-нәзік бұралған Өзіңсің карбуэ Ай, рахмет! Бауыр, кешің құтты болсын. Мерет жаман. Талай кезінде айтысқанбыз. Ал енді кешке келіп қалғаннан кейін бір өлең айтқан маздау болар. Сенің құрметіңе тағы бір осы жақында ғана шыққан кеше ғана осы Қарағанды қаласына альбомымыздың тұсауын кесуге келген болатынбыз. Жаңадан 6 жаңа ән, жаңа клиппен жарық көрген болатын. Соның ішінде енді бәрімізді жаратқан Алла, бәріміз жалбарынатынымыз тек Алла, бағымызда жатында, бақытты қылатында бір Алла. Ендеше Аллаға арнаған бір әнім болсын. Кеттік ал. Раббым Алла, қадамдарым саған сеніп алған Жүректесің ол бересің жанға Сенің шексіз ұлылығың сонда Жаным Алла, қолың болу асылдарым Алла Білушесің бәрін Алла Сезін ата ақылдарым Алла Сенен басқа тәңір жоқ жаппарым Сені Раббым жүректе сақтағым Құлшылығым болсын шырқаным Адал ризық Алла деп тапқаным Тәуекелге өзім деп аттадым Саған болсын мадақ пен мақтауым Рахым Алла, жарылғаушы әзиз адың Алла Құдіретті шексіз хакім Алла Сенсің әрбір ғафур Алла Ием Алла, мен жүрекпен сені сүйем Алла Бұйырмарым ол кием Алла Сәждеде басаған ием Алла
береке сабырым, сенсің Алла, ғибрат тағылым, рахымың төк, әссәлам тәңірім. Раббым Алла, қадамдадым саған сеніп алға, жүректесің нұр бересің жанға, сенің шексіз ұлылығың сонда. Жаным Алла, құлың болу асыл бағым Алла, білушісің бәрін Алла, сенсің атар алтындағым Алла. Ұлан ғасыр қамиев, кеш құтты болсын. Рахмет Ұлаш. Кете ортадан. Ұлан ғасыр. Арнайы жаңарқаның енді өзің дәстүрің білесің. Арқаңа осы мирастың анасының арнайы өзіңе. Сен келеттер. Арнайы. Үлкен рахмет. Рахмет. Ұлан ғасыр қамиев. Иә, рахмет көп. Өзім күтпедім деп жатыр. Тағы қандай сюрприздарың бар деп жатыр. Ал сахнаға мираспен бірге өмірдің ыстық суығына төзіп жүрген Алладан кейінгі қара жер, көк аспанның ортасындағы аяулы жан анасын сахна төріне шақырсақ, ыстық ықыластарыңызбен, қошеметтеріңізбен Майра ханымды. Ендігі кезекте тағы да бір экранға назар аударсақ деген ниеттеміз. Майра анамыздың мирасқа деген еңбегі орасан зор екенін ол бәрімізге анық. Ал бейнебаянға ескі күндерге естелік болған, шалқылт өткен жалғаннан жарқ-жұрқ еткен бір суреттер болсын. Бәрекелді қошемет! Ана мен бала! Еңбек еттім арала ел үшін, оның бәрі алтын ұлым сен үшін. Ұйқысыз түн күлкісіз күн өткізген, сол еңбегім берді бүгін жемісін. Мақтанамын, мен өзіңдей өнерлі баламмен. Мақтанамын, мен өзіңдей ақылшы анаммен. Қаншама рет қателескен кезде мен, кешіріңмен қарап үнсіз тізгенмен, кір келтірмей енді сенің атыңа, сеніміңді ақтаймын деп сөз берем. Мақтанамын, мен өзіңдей ақылшы анаммен. Мақтанамын, мен өзіңдей өнерлі баламмен. Шүкір етем үмітімді ақтадың. Адам бол деп айтқан сөзді жананам, жүрегімнің түкпіріне сақтадым. Мақтанамын, мен өзіңдей ақылшы анаммен. Мақтанамын, мен өзіңдей өнерлі балам.
өзіңдей ақылшы анам мен. Мақтанамын, мақтанамын, мен өзіңдей өнерлі баламмен. Мақтанамын, мақтанамын, мен өзіңдей көрікті анаммен. Майра ханымға! Майра ханым, келіңіз, ортада қалыңыз. Майра ханым, құтты болсын. Әуелі Алла, одан кейін өзіңіздің айрықаңыз. Мирастың осындай бүгін үлкен сахнада өнер көрсетіп, мінекей қаншама көрермен тауып, қолдау тауып, мінекей сіздің арқаңыз деп білемін. Құтты болсын, кеш құтты болсын. Балаңыздың туған күні құтты болсын. Ертең көктемнің, бүгін құстың соңғы күні, ертең көктемнің алғашқы мерекесі. Осы гүлдің барлығы, осы көктем мерекесінде келе жатқан 8 март бәріне сізге арнап жібердік осының барлығын. Қошемет! Сахнаға кеттің, сахнаға. Рахмет. Гүлді апарып тастаңыз. Ал енді құттықтауларға кезек берсек, осы жерде мирасты құттықтап келген қаншама ағаларымыз, сахна төріне ректордың қоғамдық істер бөлімі бойынша кеңесшісі, жастар жанашыры Мирас Құттыбай ағамызды сахна төріне шақырсақ, ыстық ықыластарыңыз болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті студенттер. Бүгін академик Евгений Ахтанов Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде үлкен бір шығармашылық кеш өтіп жатыр. Енді ол біздің осы өздеріңіздің әріптестеріңіз, біздің студентіміз Мирас Құрақбайдың шығармашылық кеші. Біздің университетте кез келген жасқа, кез келген студентке жағдай жасалғанын өздеріңіз көріп білдіңіздер. Кеше ғана 1 қыркүйекте осы университеттің табалдырығын аттап, бүгін осы студенттер мәдениет сарайында үлкен шығармашылық кешін өтіп жатқаны, бұл Мирас Құрақбайдың үлкен ерлігі деп білеміз. Бір қол шапалақтап қойсаңыздар. Енді ең бірінші осы біздің университетіміздің ректоры, университеттің ректоры Нұрлан Орынбасарұлы Дулатбековтің арнайы алғыс хаты бар. Сол хатты оқып табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Мирас Құрақбайұлы, университет сахнасында алғашқы шығармашылық кешіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Студенттік өмірге мәдени әрі рухани үлес қосып жатқаныңыз үшін университет басқармасы атынан алғыс білдіремін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, шығармашылық табыстар мен жарқын жетістіктер тілеймін. Басқарма төрағасы, ректоры Нұрлан Орынбасарұлы Дулатбеков. Қошемет! Осы мирасты кішкентайынан әлдилеп, бөлеп, өзінің жүрек жарды ілтипатын білгізген анасына да мың тағзым жасаймыз. Сіз нағыз ер азаматты тәрбиелеген екенсіз, оны бүгін біз осы сахнада бәріміз куәгер болдық. Сондықтан да деніңіз сау, осы ең бастысы осындай мирастай азамат тәрбиелеріңізге тағы да бақытын дейіп сізге тағзым етемін. Осындай жастарымыз аман болсын. Кез келген жасқа Қарағанды университетінде орын бар. Өздеріңіз дәлелдесеңіздер болды. Рахмет. Бәрекелді. Рахмет Мирас аға. Сіздерде ағасы барда, сіздер ертең Мираспен мақтанатындай күн тусын дейміз. Шәкірттеріңіз тәрбиелі болып, ендігі кезекте сөз кезек әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік педагогика кафедрасының меңгерушісі, міндетін атқарушысы
Ғазиза Жұмағайқызы Жамалиеваға және группаластары, достары. Құрметті Мирас, құрметті Майра ханым, алғашқы ұлыңыздың шығармашылық кеші болып жатыр. Құттықтаймын сіздерді. Біздің оқытушылар құрамы мені міндеттеді Мирасты құттықтау үшін. Мирас енді біздің бірінші курс. Түлегіміз келген бетте өзінің ақылдылығымен, өзінің ойының тереңдігімен біздің бәрімізді таңғалдырды. Және де өзінің ерекше өнерге деген жүрегінің ерекше соғуымен бізді бәрімізді осындай таңғалдырып, бәріміз осыған жүрегіміз жұмсап, жақсы көріп қалдық деп былай айтайық. Енді Мирастың осындай ақылды, парасатты болуына үлкен еңбегін қосқан, үлкен зор еңбегін қосқан Майра ханым. Сол себептен мен бүгін осы Мирастың туған күні деп айтып отырсыздар ғой. Баланың туған күні ол ең біріншіден ананың мерекесі деп ойлаймын. Және сондықтан осы гүл шоғымды Майра ханымға бергім келеді, құттықтағым келеді. Балаңыз үлкен биіктерге самғай берсін, өзіңізге денсаулық тілеймін және ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет, Ғазиза ханым. Еңбегіңіз жансын. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, достар. Және де бүгін құрметті Мирас, сен үшін бүгін ерекше күн. Сенің жеке концертің. Саған тек қана абырой тілеймін, денсаулық тілеймін. Сен жанында сахнаға шығып жүргенде сен қолпаштап, қолдап жүрген жандар көп болды. Бірақ соның ең ішіндегісі, теңдесі жоқ ол сенің анаң. Және де сізге көп-көп рахмет, Майра апай. Осындай нағыз талант иегерін дүниеге алып келіп тәрбиелегеніңізге. Орамал томбылмай жол болады дейді. Сол себепті сізге кішігірім сыйлығымыз бар, қабыл алыңыз. Керемет. Алла сізге ана, өмір беріп өсіргеніңе. Разы болсын Алла сізге әке, бар қатемді кешіргеніңе. Құрметті көрермендер, бүгін келгендеріңізге үлкен алғыс айтамыз. Мәдениеттің жұмысы мамандығының атынан сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Бүгінгі концерт негізі 22 ақпан Мирастың туылған күніне жоспарланған болатын. Бірақ белгілі себептермен бүгінге ауыстырылып тұр. Мирастың туған күні болды 22 ақпан, 18 жасқа келіп отыр. Мирас, біздің ортамыздағы жарық жұлдызсың. Біз сені барлығымыз жақсы көреміз. Біз ғана емес, бүкіл университетті мойындатқан адамсың. Саған алдағы жылда тек қана жақсылық қана тілейміз. Және біз бүгін группаластардың атынан саған деген кішігірім сыйлығымыз бүгінгі концерт үшін және де туған күнің үшін. Осы шараның бастамасы бастап алған, осы Мирастай бауырын қолдап жүрген, осы өздеріңіздің университеттеріңізде ұстаздық қызмет етіп жүрген таланттыларыңыз, бекаршылдарыңызға бір ауыз сөз. Қайырлы кеш, құрметті достар, құрметті студенттер, құрметті меймандарымыз, қош келдіңіздер. Бізді қолдап, Мирасты қолдап келген барлықтарыңыздың қадамдарыңызға нұр жаусын. Бізді қолдап отқан басшылыққа, басшыларымызға көп-көп рахмет, көп-көп алғыс айтамыз. Енді осы керемет кеш Мирастың тек қана алғашқы баспалдақтарының бірі болсын, болашағы жарқын болсын, келешек жолы даңғыл болсын. Бүгін университеттің деңгейінде болса, ертең облыстық, одан кейін республикалық, содан кейін әлемдік деңгейде мойындатқан нағыз мықты ақын болсын деп тілейміз. Енді ақындар тілек айтқан дұрыс шығар деп, арнайы университетіміздің өзің сияқты кезінде белсенді болған, бүгінгі таңда белді қызметкері болып жүрген ұлағат жастар шығармашылық қозғалысының басшысы болған
қазіргі таңда білдей студенттер үйін басқарып отқан, басшысы отқан жас ақын, қарағандылық ақын, өзі палуан, өзі ақын деп айтайын, рухты ақын, жаста болса бас болып жүрген Бектас Жұманнан бір тарту өлең болсын. Содан кейін студенттердің арасындағы белсенді жастар ретінде, өзіңнің енді үзеңгілестерің ретінде Мейрамбек Еркебұлан да бір ауыз тілегіміз бар дейді. Ал мархабат. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі кешке жиналған қауым, баршаңызды осы кеште көріп отырғанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Ең алдымен сөз сөйлемес бұрын батыр мен ақынды қоса тәрбиелеген осындай ақ жаулықты анамызға бас иіп алғыс айтамыз. Ауылдан алғаш келген құлыншақтар, дәлменді ұрыншақтар, есіл өмір ертістің ағысындай, ертең жоқ қып жіберет бүгін сақтар. Жастық шақта шауқасын шыр көбеді, қазір мазаламайды күнде мені. Ақыл айтқан адамды кім жақтырсын, ақын айтса біледі ол бірдеңені. Қаңғыдым, қалжырадым, қалғыдым да, вокзалда бұқар жырау даңғылында, талай сығып алғанмын көз жасымда, арқаның аспан тұтас жаңбырында. Есер соқ кездер түсіп есіме дүр, таусыла берген екен несіне ғұр. Сөйлегің ақ келеді шешіле бір, сөйлесуге тұрмайды кесіл өмір. Қалғаның қандай жақсы жұмбағым боп, жылы сөздер естіді шырларым көп. Мен де биік боламын, әттең бірақ, біздің жұлдыз жанғанша кім бар, кім жоқ. Кезінде осы арқадан Алатауға қоныс аударған Бағдат Мүбәрак ағамыз осылай жазған екен. Бірақ біздің мирас батыр, ақын, ержүрек қазіргі таңда осынау жасында жұлдызы жарық болып, осындай үлкен киелі сахнада өзінің шығармашылық кешін өткізіп отыр. Бағындырар белесің, шығарышының биік болсын. Саған өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Тек ауырма, сырқама осындай анаңның, қорғаныңның қорғаушысы болып жүре бер. Достарының ақ жүректі сыйласы, өмірдің де кездеседі бұйрасы. Бағындырар белестерің көп болсын, құрақбайдың құрақ ұшқан мирасы. Кешікті болсын. Ассалаумағалейкум, өнер сүйген, өлең сүйген көпшіл қауым, жалпы мінекей мирас бауырымыздың кешіне қош келіп жатсыздар. Жас болса да бас болып мінекей университетіміздің бас залында студенттер сарайының төрінде өзінің кешін беріп жатқан мирасқа тағы бір құрмет қошеметтеріңіз болса. Мінекей өте керемет өлеңдер оқылды, керемет әндер де айтылды, керемет тілектер де айтылды. Бұның барлығы әрине бір өзіңе арналады. Өлеңің таусылмасын, өнерің таусылмасын, өнерің шырқай берсін, шыңдай берсін, әрі қарай дами бер. Ең бүгінгі бір бастап жатқан кешің алдағы ең керемет кештерінің бастауы болсын. Осыдан кейін бір Қазақстанның тіпті әлемдік деңгейдегі кештердің иесі болып, сол жерде өзіңді өзің көрсете беруге Алла тағала нәсіп етсін. Кешің тағы да құтты болсын. Ал енді тағы бір қонақ ортаға шақырайық. Сонау Астанадан арнайы келіп отырған мирастың ағасы, бұл кісі де өлең қонған, өнер қонған азаматтың бірі. Манарбек ағаны ортаға шақырайық. Бір ауыз тілегіңіз. Ал енді біріншіден аса қамқор, ерекше мейірімді Аллама шексіз рахмет. Бүгін бізге міне өмір беріп, қара жерді бастырып, мына сіздермен кездестірген Аллама шексіз рахмет. Екіншіден міне мирас бауырым міне шығармашылық кешін жасап жатыр. Алла тағала мирас бауырымды ғылыммен, біліммен бай етсін, шыдамдылықпен безендірсін, тақуалықпен қадірлетсін. Алла тағала денсаулықпен әсемдесін. Міне қандай тамаша
мына Бүкетов атындағы үлкен кең сарайда арқаның төрінде міне осындай мирас інімнің міне кеш өтіп жатыр. Аллаға шексіз рахмет. Мына Абай хакім айтады ғой, сағаттың өз ұры шықылдаған, өміріңді білдірмеген күн ұрлаған деп, уақытта аз екен. Мен де мынау Мұқағалидың өлеңімен ауырам. Сондықтан бір жақсы Мұқағалидың өлеңін оқып берейін, уақытты алмай. Өмір болғаннан кейін бәрі де болады. Қайғысы да, қуанышы да бірге жүреді. Сонда Мұқағали ағамыз бір азаматтың басын көтерткен екен, бұлай деп. Қатыгез, қайсысы бір сағаттарда өмірді келеді тастағың. Сонда да үмітті жоғалтпа, қаралы күндерден қашпағың. Сабыр ет, тоқтау қыл, шешедің тағдырың ұлығын жолдаса, өзің ақ ойлашы несі өмір, қуаныш қайғысы болмаса. Қай жерде тірлік бар, өмір бар, сол жерде қуаныш қайғы да. Болсын да алдың құз, артың жар, күн дағы өмір сүр, айныма. Керемет. Мынау енді Мұқағалидың бір өлеңін айтып берейін екінші. Екі аяқты тең басайын. Отан туралы. Ой-хой, қазақ даласы не көрмедің? Қанша қурап, қаншама көгермедің? Қорқыттың қобызымен боздаттың ғой, Асанның шерге оранған өлеңдерін. Ой-хой, қазақ даласы не көрмедің? Қорқыт Асан тіріліп қайта келсе, мына сенің кейпіңе сенер меді? Мына бақты көргенде төбеңдегі қуаныштан көз жасын төгермеді? Қуаныштан кеудесі қарс айрылып, кім біледі, қайтадан өлер меді? Ой-хой, қазақ даласы не көрмедің? Өткеніне үміліп отыра алман, әйтеуір қазақ өлмеген оты жанған. Үзік естеймін сараң хабар, тірідейін көмілген отырардан. Тарихында қалмапты хатқа түскен, аңыз етіп адамдар жаттап түштен, ерұлдарың болыпты елім десе, етігімен су кешіп отқа түскен. Айда жатар басқалар өткенімді, қан мен жастық айтып мен төккенімді, жаңа дәуір алдында жөн көремін, азаматтық борышымды өткеруді. Зәр сұнған, кісіге нан сұнған, ал судан аулақтың шам судан. Ей қазақтың баласы есің тұста, өлсем өлім сірәмен намысымнан. Жақынынан, жауынан, жалдақтардан, ата-бабам намысын қорғап қалған, момын қазақ намысын жібермеген, жолдар Шыңғыс жойытпен қалмақтарға. Сол қазақтың менде бір жапырағы, арқасы бар Алматы Атырауы, ар намысын аяққа таптатпайды қашаннан да. Қазағымның, Алашымның, Қарағандымның топырағы. Әдеттімін, ұяңмын именемін, сыраңа бал, сыйына сый беремін. Момын қазақ екенде бағайындар, намысыма алайда тиме менің. Қалай өсер төгілер болар жасым, әйтеуір алапат күн жоламасын. Мына нұрлы өмірге тірек болған, қазағымның, Алашымның ұрпағы жоғалмасын. Керемет, Манарбек ағамыз. Біз қазақтың баласы. Ағаш, ағаштың көріп сәнін алады. Адам, адамның көріп тәлім алады дейді. Рахмет ағалар, қолдап келгендеріңізге, достар. Рахмет. Енді бір. Рахмет. Енді осы жерге сонау Шаңарқадан осы жерге төрткөз түгел бауырлары, осы мирастың бір туғандары келіп отыр. Оның әрқайсына тілек беретін болсақ, мына жер кеш емес той болып кететін түрі бар. Сондықтан да әдемі әнмен тілегін арқалап келіп отырған
Мирастың туған апасы ортаға Зәмзәгүл Құрақбайқызын әдемі әнмен шақырайық. Келіңіз. Ал енді құрметті студенттер, құрметті Мирастың туған туысқандары, бауырлар, біз жаңарқадан келіп осы Мирастың шығармашылық кешінің куәсі болып отырмыз. Осы үлкен өзіңнің оқып атқан кең сарайда өзіңнің мекеме деп айтуыңа болады ғой. Сондықтан осы жерден үлкен бір білім алып шығуыңа біз тілектеспіз. Денің сау болсын, қаламың ұштала берсін, ағаларыңның жолын берсін. Осы жердегі ұйымдастырып жатқан
ұйымдастырушыларға көп рахметімізді айтамыз. Бауырларының атынан өзінің қалаған алсын деп астынан көлік мінгіземіз. Рахмет. Рахмет. Рахмет, Жандарбек ханымға бір қошемет, көлік мінгізіп, бауырлар арнайы. Енді сол көлікке правасын ұйымдастырушылар алып береміз осы жерде, иә? Мирасқа тілегіміз барша елдікімен бірдей. Алла талантыңды шыңдап, мерейіңді үстем етіп, аурухананың босағасын көрсетпесін. Анаң ешқашанда енді қиналмасын, осындай кештерінде отырсын. Мирастың өзінің сұрауы бойынша бір тамаша ән болсын. Пенде болғаннан кейін кешегі Шерхан атамыздың бір кем дүниесі, бірақ әдемі әнмен сөзіне жазылған Өксай Ерниязовтың Ақжол Түймебайдың бір кем дүниесі. Мирастың кешіне шашу болсын деген бір ән болсын. Қара басып қажытып жүр қандай зіл, қараңғының көзін аша шамдай жүр. Қара суға қанған шөлің нелікте, мейірімге қанбай жүр. Қызыл жасыл түрленер дүние, тәңір бар ғой тағдырыңа кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсең де, бәрі бірген дүние, бәрі бірген дүние. Мына жарық кімге жалған, кімге шын, жүрек төзін жүрегіммен біргесін. Көп адамдар махаббатқа сенбейді, жолы болмай жүргесін. Қызыл жасыл түрленер дүние, тәңір бар ғой тағдырыңа кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсең де, бәрі бірген дүние, бәрі бірген дүние. Сол адами ғұрпымнан көбес достар не істер екен бір күні, сатып кетсе сыртыма. Қызыл жасыл түрленер дүние, тәңір бар ғой тағдырыңа кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсең де, бәрі бірген дүние, бәрі бірген дүние. Айда жалғыз, күнде жалғыз, көктегі Құдай жалғыз, мұңсыз болған жоқ мені. Жалғыз жарым адамдар бар тағдырлы, тағдырына өкпелі. Қызыл жасыл түрленер дүние, тәңір бар ғой тағдырына кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсең де, бәрі бірген дүние, бәрі бірген дүние. Қызыл жасыл түрленер дүние, тәңір бар ғой тағдырына кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсең де, бәрі бірген дүние, бәрі бірген дүние, бәрі бірген дүние, бәрі бірген дүние.
Мырандай қошеметпен Мирас екеумізді сіздерді қимай отыр, солай ма Мирас? Алла қаласа, Алматыда, Республика сарайында, Астанада Конгресс холлда кездесуге Алла тағала нәсіп етсін дейміз. Еді, бүгін Мирастың жетістігі емес, алдымен анасының жетістігі. Анасы қайда? Майра ханымға тағы бір қошеметпен ортаға шақырайық. Келіңіз. Анасының деген, көрерменге деген батасы болсын. Және осында Мирастың өнерін қолдап, қорғап жүрген, қолдаушысы болған осындағы барша жанасыр достарына алғыс, ұстаздарына деген. Құрметті халайық, бүгін мынау үлкен сарайда менің балапанымның бір кеші болып жатыр. Былтыр осы Көкетов атындағы университеттің студенті болып кіріп еді. Бүгінде мінекей осы студенттердің қолдауымен, ағалардың қолдауымен екінші рет бүгін шығармашылық кешін өткізіп жатырмыз. Енді көп сөйлемей уақыттар осы Көкетовтың басқарып отырған Нұрлан Орынбасаров ағасына көптен көп рахмет айтамыз. Ұйымдастырушы жаңа Нұргүл апайды ортаға шақырсам, Бекарыс Жұмабекұлы бар ма екен? Біз енді қазақ сый-сияпатсыз жүрмейміз. Оның үстінде Жанарханы білесіздер, қонақ келсе төріне кигізіп иығына шапан жабатын әдетіміз бар. Кішкене ғана сый-сияпат жауып кетейін деп едім, рахметімді айтып. Барша студенттер, сендерге рахмет айтам. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, туыстарыма, осы жерде отырған барша құдағиларым келіп отыр, көршілерім келіп отыр. Бәріңізге де көп-көп рахмет. Келіңіздер, сіздерге армандарыңыз, қошемет ұрып қойыңыздар. Алла суы көп болсын. Қолдаушы. Алғашқы келгенде мінекей ұстазы, солай ма қателеспесем? Бір кафедраның деканы Жұмабекұлына. Майра ханым, отчествосын айтпай, аттарын айта беріңіз. Осы концерт болғаннан жүгіріп ұйымдастырушы Нұргүл апай, мұғалім Нұргүл, иығына шапан Жанархада сізге. Нұргүл ұстазға. Аңсар деген өзінің группаласы балам бар, тамаша, керемет. Аңсар. Ұйымдастырып. Достар ма? Аңсар. Аңсар ма? Қанатта сендері. Аңсар. Рахмет. Гаухар мұғалімге. Гаухар мұғалімін дейді. Қай жерде тұр екен олса? Гаухар мұғалім. Ой, бәрекелді, келіңіз. Сахнаның сыртында талай жұмыстар атқардым. Сонан кейін былтыр Жаңарқада алғаш әкімнің қолдауымен, бүкіл Жаңарқалы халықтың қолдауымен Мирастың 17 жасқа келгенде шығармашылық кешін өткізгенбіз. Сол кеште өзімнің бауырым, құда балам өзімнің ақын Асаба Жаңарқаның медеттің үстіне костюм арнайы. Медет, рахмет жаным саған. Ал, рахмет сіздерге. Рахмет, арнайы құттықтауды осы жерде айтып келіп отыр. Бекарыс ағайына ерекше рахмет айтам, рахмет. Рахмет, көп дегендер. Рахмет, анамызға деген қошемет болсын. Мирастың тойына бірдеңе қалды ма құдаларға ертең? Ал, тағы да тамаша, осы жерде мына сымсыз телефонның ар жағынан жаңа біздің атымыздан, біздің елімізден, біздің жерімізден құттықташ деп, сонау Ескененің етегіне ел қондырып, кешегі талай дүлдүлдер, талай бұлбұлдар шыққан осы жерде, осы сол ауылдың арнайы әкімі Ғанибет Рахатұлы арнайы осы Мирастың кешіне деп шашуын салып, құттықтауымды жеткізші, туған күніңмен кешің құтты болсын деп сәлемін жолдап отыр. Қошемет, құрмет білдіріп қойыңыздар. Ақыны әкімі қолдаса, бұл нұр үстінде нұр емес пе? Олай болса, келесі алау вокалдық ансамблінің әншісі Сабыр Медеу бауырымызды әдемі әнмен шақырсақ деп отырық. Ал, Медеу ортаға. Медеуге демеу болсын.
шексіз намысым, себебі сен қайсар қазақтың. Арысың, жарысың, бағысың, барысың. Ай, жүрегім қазақ сенесің бе? Өткенге өмірме, тәубеде бүгінге. Жақсатқа, мақсатқа жетесің түбінде. Баянды бақытым өзіңнен. Ділімде, дінімде, дінімде, діліңде. Қанымда қазақ, жанымда қазақ, ұлтымның күресі бақ үшін. Арымда қазақ, жанымда қазақ, бар әлем танысын. Қанымда қазақ, жанымда қазақ, ұлтымның күресі бақ үшін. Арымда қазақ, жанымда қазақ, бар әлем танысын. Ай, жүрегім қазақ сенесің бе? Бірігіп ту үшін, білім беру үшін. Бар қазақ бауырың, әр қазақ туысым. Сенде бір тірегім ұлтымның. Ұлысың, гүлісің, жырысың, сырысың. Ай, жүрегім қазақ сенесің бе? Қазағым жерімде, бір қарыс шегімде. Отаным меніңде, отаның сеніңде. Қазағым тек қана сенікі. Жерімде, кенімде, көлімде, шөлімде. Қанымда қазақ, жанымда қазақ, ұлтымның күресі бақ үшін. Арымда қазақ, жанымда қазақ, бар әлем танысын. Қанымда қазақ, жанымда қазақ, ұлтымның күресі бақ үшін. Арымда қазақ, жанымда қазақ, бар әлем танысын. Қанымда қазақ, жанымда қазақ, ұлтымның күресі бақ үшін. Арымда қазақ, жанымда қазақ, бар әлем танысын. Қанымда қазақ, жанымда қазақ, ұлтымның күресі бақ үшін. Арымда қазақ, жанымда қазақ, бар әлем танысын. Қанымда қазақ. Болашағынан үміткерлерге ертеңге елеңдеп қарайтын Қармудың жастары, аман болыңыздар. Мирастың әрбір қуанышында, әрбір кешінде кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Осы білім